Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып кетуді де ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ойыншықтарды жинастырып жатырмын. Тек қана ойыншық емес, шкафты да жинайтын боламыз. Осы бөлмені от үйді жинайтын боламыз. В общем, осындай мусор шықты бізден. Ойыншықтарды сорттадым. Ішінде кішкентай кезінде ойнаған ойыншықтар да бар. Осындай барлығын лақтыратын болам. И мына жерде тәуір деген ойыншықтар, енді сынбаған. Сол ойыншықтар мына осы қалды. И мына жерде майда шүйде конструктор, не тағы да осындай жаңа конструктор бар. Шелекте ең кішкентай машина, солардың барлығын осыған салып қойдым. И мына ойыншық осы ғана қалды. Сарайда да негізі жартысы бар. Оларды да сорттау керек, беретін беріп, қоятын қойып. В общем, осындай. Мыналарды тастаймыз, мынаны тастаймыз. Мынаны алып қоям. Если мынаумен ойнамайтын болса, мынаны да беретін боламыз. Мынаның ішінде де сондай болып тұр. Если ойнамайтын болса, осыны да береміз. Мына жерде мен барлығын жинастырып жатырмын. Кладовкадағы лишний заттардың барын шығарып жатырмын, алып жатырмын. Әсіресе жоғары жағына тиіп жатқан жоқпын, асты жағынан киілмейтін кроссовки шықты. Мына бір кроссовки мен ұмытып кеттім. Менде мынандай кроссовки бар екен, бұны кимеймін, беретін болам. Мынандай туфли, бұны да кимеймін, қанша жыл болып тұрғанына. Бұны да біреуге тауып беру керек екен. Негізі аяғым кішкентай, 36 размер. Кімге болатынын даже білмеймін. Осында екі аяқ киімді беретін болып шештім. Екеуі де киілген жоқ. Мына бейшара көп киілмеді. Білмеймін не үшін екен. Мінекей, менде осындай шашылу болып жатыр. Мына жерде жуылатын киімдер, осы жаққа жинап жатырмын. И мына жерде шашылып жатыр. Мынау тряпка, сулап алып келген болатын. Кішкентай кейбір нәрселер бар. Кішкентай, соларды сүртіп жатырмын. В общем, мына жер осындай. Мына жерді көрсеңізде осындай шашылып жатыр. Жаңа ойыншықтарды сұрттаған болатын, алып қойдым ойыншықтарды. В общем, и мына шкафтың ішінің үлкен жағын, осы жағындағы салафанға салған курткаларды қазір вакуумный пакетке салып көрмекшімін. В общем, осындай. Ана жақта шашылып жатыр. Вакуумный пакетті алдым, ол үлкен болып шықты. Шкафтың ішіне мүлдем симайды, сондықтан оны екі бүктеуге тура кеп тұр. Бір жағынан жаңағы жақсы болды. Өйткені үлкен курткалар бар етін, соларды спокойно сиіп кетті. Өйткені кішкентай вакуумға бір рет сыйдыра алмай қойған болатынмын курткаларды. Бұл жолы үлкен пакетке, жаңа вакуумный пакетке оп-оңай сиіп кетті. Сөйтінде екі ортасын бөлімді жаңағы не істеп қойдым, бөліп қойдым екі ортасынан. Мына жерде киілмейтін халатымды, алматының көрпесі бар, жұқа, соларды жоғарыға алып қоймақшымын. Өйткені шкафта олар лишний болып тұр. Мына бір контейнердің іші біраз босады, бұның ішінен де біраз киімдер алған болатын. Сондықтан босағаның орнына тағы да киім тығып қойдым. Негізінен вакуумный пакеттің ішіндегі ауаны шығарғанмен ұзаққа бармайтын, қайтадан ауа кіріп кетеді екен. Мына жерде жаңа пылесос бірінші қолмен басып ауаны шығардым, одан кейін ары қарай пылесоспен де шығарып көрдім, бірақ болмады. Кішкене ғана ауасын сорып алды, қалғанын бәрі қалды, бәрібір де солайынан қалып қалды. Зато вакуумный пакеттің бір жақсы жері жаңағы киімдер шаң болмайды да. Шаң болмайды, не болмайды, соған бола осылайынан салып қоям көбінесе курткаларды.
Мына вакуумный пакетте жаңағы папамыздың үлкен курткасы и Алматтың курткасы кішкентай болып қалған. Бұл курткалардың барлығын беру керек негізінен. Ол жаңа қайын сіңліміз келсе, осы Құдай қаласа жазда қыдырып келген кезде, сол кезде беріп жіберемін. Көктемді курткасы бар, қыстық курткасы бар, солардың барлығын беріп жіберу керек. Бірталай қыстық киімдер шықты, қысқарған, солардың бәрін бөлек алып қойдым. Жоғарыға қыстық киімдердің бәрін шығардым. Күнделікті жуған кезде бір-бірлеп қосып тұрам, соңын жоғары жақ онша шашылмайды. Шкафтың ішін сүртіп жатырмын. Кішкене доместес суға құйып, сонымен трапканы сулап, сонымен сүртіп жатырмын. Ондай қатты хлордың иісі шығып тұрған жоқ. Белизнаның иісі доместесте ондай қатты шықпайды. Но дезинфекция жасап қойдым шкафтың ішін. Қанша дегенмен де терезе ашамыз, жаңағы терезелер ашық тұрады, есік ашық тұрады дегендей, сондықтан жаздың күні осылайынан бір рет өстіп дезинфекция жасап қоймын. Өйткені жаңағы өрмекші бар дегендей, майда шыбын, маса дегендей, сондайлар жаңағы маған бір кірмейтін сияқты көрінеді деп па, в общем, и ауасы да ішінде тазарып қалады, сырты да әжептәуір кірлеп қалған екен. Өйткені біздің жаңағы күніге ұстап, күніге соның жанында жүргеннен кейін қолдың өзі неше түрлі жаңа іздер бар, солардың жаңағы іздерін бәрін кетірдім. Негізі бұл жылтыр болғандықтан сразу көрініп қалады шкафтың бетіндегі жаңағы дақтар. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай мындай тоқымалы жемпірлерді мен осылайынан вешалкаға іліп қоямын, сонда созылмайды. Жаңағы ешқандай із қалмайды. Негізі тоқыманы вешалкаға қайқа ілсең де жаңағы созылып ізі қалып қалады ғой. Мысалы шкафқа жинап қойсаң мыжы болып тұрады, мына жерде вешалкаға осылайынан ілсеңіз ешқандай мыжылмайды да, созылмайды да. Қысы жазы осылайынан ілініп тұрады менде негізі. Мінекей, ең үлкен жағы осылай болды. Мінекей, біраз орын босады, біраз киімдерді алып тастадым. Курткалар бар еді, ол курткалардың барлығын жинап, осындай вакуумный пакетке салдым. Ана ең үлкен, мына вакуумный пакет үлкен екен, соны жаңағы екі жағына салдым да, ортасын бос қойдым да, сөйтінде екі қайырып қойдым. Ең астына салдым, өйткені мынаны қояйын десем, мынау ауырлау, мынаушы. Содан кейін барып, мынау жайылып кетіп жатыр да. Содан мына ауыр вакуумный пакет астына салып, мына жеңіл, өте қатты жеңіл, содан кейін мынаны үстіне қойып қойдым. Мына жерде жаңағы пастельдер, бұл пастельдер менікі емес, маманікі, содан кейін тиісе алмаймын. Содан кейін постоянно осылайынан тұрады олар. Жаңағы қыстық киімдер мынада да қыстық киімдер бар, мынада да қыстық киімдер, куртка, ең үлкен куртка дегендердің барлығын осыған салдым. Ал үстінде костюм, інімнің костюмы, бұл кішкентай кезінде киген, бұл костюмді негізі 11 класста. Содан кейін осы үйде қалып кетті. Тойға киген айтпақшы, осы жаққа келген кезде бір тойға киген, содан кейін қалып кетті. Бойы өсіп кетті, одан кейін осы жерде қалды. Мынау Алматтың костюмы, и осындай вешалкалар, әжептәуір вешалкалар менен не қалды, бос қалды. Галстук болды, мынаның ішін шағын сүртіп, барлығын сүртіп қойдым, әжептәуір жиналып қалды. Мына ойыншықтар тағы да екі ортада қалып кетті. Не ар емес, не бер емес. Берейін десем, Алмат бергізбейді. Не істейтін? Мына жақта, ана бұрышта киім үйіліп жатыр, барлығы бір-бір шаятын киімдер. Өздеріңіз білесіздер, биыл жаз кеш шықты ғой, курткалар осы уақытқа шейін ілініп тұрды. Қанша дегенмен де салқын болды, жаңбыр жауды дегендей, сонымен курткаларды енді жуатын боламыз, әрине көктемдік. И мына чехолдарды бір-бір шайып қоймақшымын.
сөйтіп қайтадан сыртына кигіземін. Қолмен жаям әрине, стиркамен шайсаң пачағын шығарып, бытшын шығарып береді ол. Мына жерде пылесос тұр, жердің бәрі қоқыс. Шкафтың мына бөліктерін жинадым. Үстіңгі бөлігін жинаудың қажеті жоқ, өйткені ұяқтан күніге бір қыстық киім салынғандықтан күніге жиналады ол жақшы. Мына жаққа мен мүлдем тиіскен жоқ болатын, мына үлкен жағына, осы жағын жинадым. Қазір айтпақшы қыздар, мына жоғарғы жағын кейін жинайтын болам. Ол жерде қағаздар нелер тұр, оны бөлек жинайтын болам. Менің қазір жинайтын мынау киімдер бөлігі. Қазір ана жоғарғы жағын жинайтын болсам, тағы да отырып қалам. Тағы да сорттап отыру керек оны. Былайынан шашылып тұр. Шашылып тұрғанда мен жаздық киімдерді, көйлектерді алған болатым. Соның барлығын бағана тық тастам. Сонымен қазір жинаймын ғой деп. В общем, қарым ашты деп уже түскі ас істейтін кез кепті. Мен әлі жүрмін деп. В общем, кештеу бастадым, негізі өзімізде кеш тұрдық. Жаңа жинап жатырмын ғой үйді заттардың барлығын бері шығарып, шаңын сүртіп қайтадан орнына қою керек қой. Сөйтсем Алмат бүйтеді ғой, мама неге бәрін өзің шашып, өзің қайтадан жинап жатсың дейді. Қайдан білсін ол ондай осылайынан жиналатын. Өзің шашып жатсың барлығын дейді ғой. Далада қайтадан жел. Осы желді, я. Еще андай тополиный пух жердің барлығы. Далаға шықсаң үстіңе бетіңе жабысады. Фук-фук. Әппақ болып шығасың. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Мінекей шкафтың ішін жинап қойдық. Әрине үстінде менде постоянно полотенце, одан кейін біздің киім, одан кейін Алматтың киімі, одан кейін ең астында жаңағы шалбар дегендей. В общем, менен осындай тағы да қыстық киімдер шықты. Мінекей қалың, ішінде начосы бар киімдер. Бұларды да жоғарыға қоятын боламын.
Мінекей қыздар, жаңағы сіздерсіз енді мына жерде пол жудым, өйткені папамыз қазір данный момент осы жерде түсіріп жатқанда демалып ұйықтап жатыр, сондықтан көрсете алмадым. Пол жудым, пылесостадым, мына бөлмені де пылесостадым, полын жудым. Оны көрсетудің қажеті жоқ деп ойладым, өйткені күнделікті тірлік болғандықтан тек қана арғы бөлмені қалай жинағанымды көрсеткім келді. Сіздермен қоштасайын, сау саламатта болыңыз.